Тарих пен заманауи өмірді ұштастырған архитектуралық нысанға айналған Асқар Тоқпанов атындағы Жамбыл облыстық драма театры. Сәлеметсіздер ме? Мен Керімбай атындағы номер 12 мектеп гимназиясының 8 сынып білім алушысы Мақсатқызы Анель. Жамбыл облыстық драма театрының шымылдығы 1936 жылдың наурызының 16 жұлдызында Бейімбет Майлиннің келін мен шешей және де театрдың тұңғыш директоры Қырқымбаевтың келіншегі атты бір бөлімді комедиясымен ашылды. Театр адамның өзін-өзі сахнадан көріп, өзін-өзі түсінетін орын деген екен қазақ сахна кино өнерінің саңлағы Шәкен Айманов. Сахна өнері қазақ сахарасына Еуропа жұртына жұғысып етене болғалы да бір ғасырдан артық уақыт болған екен. Осы кезеңдерде театр өнері талай биіктерді бағындырды. Қазақ халқының рухани әлемін байытуға өлшеусіз үлес қосты. Первый организационный состав театра состоял из 9 человек. Среди них Шарипбай Сакиев, Сатиум Бекбаев, Сатылган Атамкулов, Умарбай Турумкулов, Тураш Абуов, Рамиш Абдрахманов, Тажимет Алмухамедов, Мулдаш Сакиев, Жомарт Абызбаев, Кыркымбаев, Майтанов, Сара Абызбаева, Нургуль Майтанова, Гульсара Турумкулова и с 1937 года Мухаммедкали Табанов. The theater consists of 3 parts, a large hall, a small hall, and a lobby. The large hall contains 461 seats, and the small one contains 120 seats. Театр облыстың мәдени-бұқаралық шаралары мен мерекелері өтетін ең басты өнер шаңырағына айналды. Театр халықты эстетикалық адамгершілік пен ізгілікке тәрбиелеудің аса маңызды құралы болып табылады. Өнердің өзге түрлеріндей, театрда өмір шындығын көркем образдар арқылы жүйелейді. 2019 жылы Жамбыл облысының 80 жылдығына орай театрға Асқар Тоқпановтың есімі беріліп, театрдың алдына ескерткіші қойылды. Asqar Tokpanov is a director who founded the regional Kazakh Drama Theater, who left his signature for improving the professional skills of the creative team and made a great contribution to the development of this theater, which is well known in our country. The name of Asqar Tokpanov has not previously been mentioned to any theater or creative group in the country, and the regional Kazakh Drama Theater, created in 1936, did not bear the name of a single person all these years. Театр көздің жасындай мөлдір, нағыз хас сұлу өнер.